Будда медициналық бөлмеге апарып бара жатқанда, ол Брунхильдадан кәмпит бар ма деп сұрайды. Ал Брунхильда оған жіберетін уәде етеді. Сонымен қатар адамзат қазір құтқарылуға бір қадам жақындады деп ескертеді. Будда оған еркін болуды айтқанын еске салады, және оның көздерінде құмарлықты көргенді ұнататынын айтады. Содан кейін Будда қан түкіреді, және медициналық команда оны жедел бөлмеге жеткізеді. Брунхильда Гёлге Будданың жағдайын тексеріп, оралып хабар беруді бұйырады. Басқа жерде Один Бельзебюге жақындайды. Ол Хаджунның пайда болуына себепкер сол деп ойлайды. Один осы шайқасқа көптен бері құмар екенін айтып, Бельзебюге кедергі жасатпайтынын айтады. Бұл Бельзебюге қызықты көрінеді. Брунхильда өз бөлмесіне беттеп бара жатқанда, ол өзін кездестіреді. Ол бұл Мишель Нострадамус екенін біледі, және оған бөлмеде қалуын сұрағанын еске салады. Мишель камуфляжын шешіп, өз кезегі келді ме деп ойлайды, бірақ Брунхильда жоқ дейді. Тіпті егер ол тағы да азғындық жасаса, оны жауынгерлер тізімнен шығарып, Хельхеймге қайта жіберетінін айтады. Мишель жылап, Хельхеймдегі сақшылардың оған жасағанын шағымдайды, бірақ Брунхильда сенбейді. Себебі оны жауынгер ретінде таңдамаған болса да, ол әлі де қашып шығып, қажет болса, сақшыларды өлтірген болар еді дейді. Содан кейін Мишель рольді тастап, Хельхейм шын мәнінде қызық болды деп айтады. Брунхильда оның құдайлық тыйымдарды бұзған жалғыз адам екенін және Бифростты жойғаннан кейін Хельхеймге түскенін ескертеді. Бифрост Вальхалла мен Хельхеймді қосатын қақпалы туннель. Вальхалла мен Хельхейм арасындағы сұм соғыстан кейін бұл қақпа екі тарапқа да шабуылдан қорғау үшін салынды. Қақпадан өткендер терең Хельхеймге түседі, ал тек басты құдайлар Зевс, Аид, Шива және Один ғана өтуге рұқсат етілген. Мишель оны мақтау деп қабылдайды, бірақ қақпаны бұзуға үлгермегенін ескереді. Соған қарамастан не болар еді деп ойлайды. Брунхильда оған күту бөлмесінде отыр деп шақырғанша сол жерде қалуын береді. Себебі ол адамзаттың джокері болып саналады. Есеп қайта теңескенде Гермес қайтадан теңескеніне сенеді. Ол содан кейін Тор мен Любу арасындағы шайқасты және қалай валькириялар адамзатқа көмек көрсеткенін еске алады. Сол уақытта Брунхильда да теңесті ойлайды. Қалай валькириялар құдайларға қарсы тұра алатын ең мықты жауынгерлерге қару беретінін еске алады. Ол адам мен Зевс арасындағы шайқасты еске алады. Алайда екі рет жеңілгеннен кейін Кодзиро Сасаки Посейдонды жеңуге қол жеткізді. Алғаш рет адам құдайды жеңген сәт болды. Гермес содан кейін Джек Риппердің Гераклды жеңгенін еске алады. Бұл есепті теңестірді, бірақ Шива кейін Райдын Тамемонды жеңді. Бұл Гермеске адамзаттың құдайлар ойлағаннан әлдеқайда күшті екенін түсіндірді. Келесі шайқаста Будда адамзат жағына шығып, Зерафукуны жеңіп, есепті қайтадан теңестірді. Гёл Брунхильдаға Будда жақсы болып, қазір төсекте демалып жатқанын хабарлайды. Қуанышты Брунхильда келесі шайқасқа дайындалады. 7-ші раундта Қытайдың патшалар патшасы Цин Шихуан Хельхеймнің патшасы Аидпен бетпе-бет келді. Есеп теңесіп тұрған және Будданың сатқындығынан кейін Гермес Зевстен Будданың орнын не істейтінін сұрайды. Зевс адамдардың өте мықты екенін айтып, кез келген құдайды қоса салуға болмайтынын, өйткені ол шыдай алмайтынын айтады. Гермес Аресті қарайды, ал Арес өзін таңдағанын түсінеді. Ол бір сәт үрейленіп, адамдардың қаншалықты күшті екенін ойлайды. Бірақ соғыс құдай ретінде одан күтілетін үміттерді есіне алып, өзін жігерлендіре бастайды. Ол шайқасуға дайын екенін айтпақ болған сәтте Аид пайда болып, келесі болып өзі шығатын мәлімдейді. Зевс себебін сұрағанда, Аид мұны Посейдон үшін кек алу екенін айтады. Брунхильда Гёлмен бірге бөлмесіне бара жатқанда, есікті ашқанда ішінде тағы бір Брунхильданы көреді. Бұл Гёлді шошытады. Сол сәтте Мишель Нострадамус жасырынған бейнесін шешіп, құдайлар жеңеді деген болжам айтады. Гёл қорқып кетеді. Бірақ Мишель оның сеніп қалғанына күліп жібереді. Брунхильда Будданың орнына Аид шыққанын біледі. Бұл Гёлді қатты үрейлендіреді. Өйткені Аидты жеңетін адам жоқ деп ойлайды. Алайда Брунхильда бір адамның бар екенін айтады. Тағы бір патша. Осы уақытта Цин Шихуан кезіп жүріп, күту бөлмесінің қайда екенін ойлап жүреді. Арестің айтуынша ол Гермес үмітін ақтауды қалаған. Бірақ орынды Аид алып қойды. Гермес Арестің шынымен шайқасқысы келгеніне таң қалады және оның енді қауіпсіз екеніне қуанады. Арес Аидпен жеңіс кепілдендірілгенін айтады. Гермес Брунхильданың не істейтінін ойлайды. Арес
Аидқа қарсы тұратын ешкім жоқ деп есептеп, қарсыласын елестетіп, оның Аид алдында тізерлеп тұрғанын көзір алдына келтіреді. Дәл сол кезде Цинь пайда болып, Аидтың орнына отырады. Арес пен Гермес оның кім екенін түсінбей қалады. Арес оны адамзат отыратын жерге апармақ болып, қол тигізгенде Цинь оны лақтырып жібереді. Цинь қай жерде отырса да, ол жер оның тағы екенін айтады. Арес ашуланып, қолынан ұстайды, бірақ тағы да жерге құлайды. Гермес Циньнің шын мәнінде әсерлі екенін түсінеді. Цинь шөлдегенін айтып, Гермес оған бал қосылған су ұсынады. Цинь оны ұнатып ішеді. Қабырғалардағы тесіктерді іздеп, Брунхильда мен Гёл келеді. Брунхильда Циньді күту бөлмесінде отырмады және қабырғаларды қиратып кеткен үшін ұрсады. Бірақ Цинь қайда барса да жол өзі ашылады деп мән бермейді. Брунхильда оның келесі жауынгер екенін айтқанда, Цинь қуанып, секіріп кетеді. Хеймдал 7-ші раундтың таныстыруын бастайды, бірақ адамзат жауынгері шықпайды. Сол кезде гонг соғылып, барлық Қытай императорлары құдайлар кіреберісіне қарай жүгіріп, қызыл кілем төсейді. Цинь сол жолмен аренаны бетке алады. Хеймдал оның Қытайды біріктірген алғашқы адам, бастау патшасы Цинь Шихуан екенін жариялайды. Адамзат оның шынымен шайқаса алатынына күмәнданады. Ал Витер ашуланып шығып, Циньнің оны ешқашан тыңдамағанын және валундарды да жаттықтырмағанын айтады. Бірақ Цинь оны көтеріп, тыныштандырғанда, оның жүрегі дір етіп, құдайлық білезіктерге айналады. Аид түнелде келе жатқанда, Посейдонның қызметшісі Протей оны тоқтатып, Посейдонның үштігінің қалған бөлігін береді. Аид Посейдон кек алуды қаламайтынын айтады, бірақ аға ретінде бұл оның міндеті дейді. Ол үштікті өз қаруына біріктіреді. Хеймдал Будданың орнына шыққан жауынгерді таныстырады. Кейбір құдайлар қорқып кетеді. Ол грек құдайларының ең үлкені, Хельхеймнің патшасы Аид. Аид Циньге жеке еш реніші жоқ екен, бірақ бауырын өлтірген адамзаттың өкілі ретінде оның өшпенділігін көтеруі керек екенін айтады. Ол алып күшпен найзасын сермейді. Цинь жалтарып үлгереді, ал Аид оның көре алатынын түсінеді. Аид шабуылдарды үдетеді. Цинь бәрінен жалтарып, Аид Персефона Каллихоронды қолданады. Жер жарылып кетеді. Цинь соқ қалады, бірақ тірі қалады. Аид Персефона лорды қолданғанда, Цинь білезіктермен шабуылды кері қайтарады. Ол найзаны ұстап алып кері итереді. Найзаның сабы Аидтың кеудесіне тиіп, ол қан түкіріп артқа ұшады. Сол сәтте Цинь былай дейді: бұл әлемде бір ғана патша бар. Ол мен.